Абай қазақ ұлтының адастырмас темір қазығы. Қазақтың ғана емес, адамзаттың ақыл кенішіне айналған ұлы Абай дәріптеген істің бірі оқу, ғылым, тіл үйрену. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Семей тезистеріндегі тапсырмасына сәйкес, республиканың 12 облысы мен 3 басты қаласында гуманитарлық бағытта қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын Абай мектептері желісі ашылды. 60 жылдан астам тарихы бар, ұлт руханиятының алтын діңгегіне айналған қара шаңырақ, Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты еліміздегі Абай мектептері желісінің ресурстық орталық ретінде танылып, 1 жыл көлемінде толағай жұмыстарды атқарып келеді. Ең алдымен оқу үдерісіндегі ерекшелік және артықшылық Абай мектептері желісінің 5-11 сыныптарына арналған қазақ тілі, қазақ әдебиеті, Абай тану пәндерінің жаңартылған мазмұндағы тереңдетілген үлгілік оқу бағдарламалары және оқу жоспары республикалық Абай мектебінің ұстаздарымен, жоғары оқу орындары ғалымдарымен бірлесе әзірленіп, Алтын Сарин атындағы Ұлттық білім академиясында бірнеше рет сараптамадан өтіп, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінде бекітілді. Бұл бағдарламалар төл әдебиетіміз бен ана тілімізді ұлықтап, Абайды тануға жасалған жаңа бет бұрыс нық қадам. 2020 жылдың 23 желтоқсаны ұлттың рухани жаңғыруындағы тарихи күн. Себебі бұл күні Абай мектеп-интернатының ұйымдастыруымен білім берудегі 4К моделі, теория және тәжірибе атты конференция Абай мектептері желісінің тұңғыш басқосуы болды. Бұл басқосуда Абай мектептерінің логотипі, оқу жоспары, оқу бағдарламалары, 1 жылдық жұмыс жоспары таныстырылып, шеберлік сабақтар көрсетілді. Нағыз ұстаз өз білімін үздіксіз көтеріп отыру міндетті. Осы орайда Абай мектептері желісінің мұғалімдеріне арнап, желілік Абай мектептері үшін қазақ тілі, қазақ әдебиеті, абайтану пәндерінің оқытылу ерекшеліктері және желілік Абай мектептеріндегі бейіндік пәндердің оқытылу ерекшеліктері тақырыбында 72 сағаттық онлайн курстар өткізілді. Курсқа 150 мұғалім қатысып, біліктілігін арттыруға мүмкіндік алды. Курс барысында жоғары оқу орындарының тілші, әдебиет танушы, Абай танушы ғалымдары, сонымен қатар педагогикалық шеберлік орталығының тренерлері шақырылып, дәрістер оқыды. Абай республикалық мамандандырылған мектеп-интернатының ұстаздары шеберлік сағаттарын көрсетіп, қатысушы ұстаздармен кері байланысқа түсіп отырды. Тек үйрету көрсетумен шектелмей, екі жақты байланысқа құрылған бұл курс Абай мектептерінің мұғалімдері үшін шынайы тәжірибе алаңына айналды. Сонымен қатар бүгінгі таңда өзекті болып отырған функционалды сауаттылыққа байланысты оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастырудың тиімді әдіс тәсілдері тақырыбында республикалық вебинар өткізілді. Бұл вебинарларға арнайы Ұлыбританиядан және республиканың ең мықты жоғары оқу орындарынан ғалымдар шақырылып, мектеп-интернат ұстаздары шеберлік сағаттарын көрсетіп, тәжірибелерімен бөлісті. Абай мектептері желісінің арасында шығармашылық байланысты нығайту мақсатында 2020 жылдың 10-12 желтоқсан күндері республика көлемінде жалпы білім беру ұйымдарының 8-11 сынып оқушылар арасында Абай әлемі атты шығармашылық байқау болып өтті. Жүрегімнің түбіне терең бойла эссе жазу байқауы және мен жазбаймын өлеңді ермек үшін ақындар мүшайрасы бағытында өткізілген бұл байқаудың мақсаты оқушының дүние танымдық және тұлға танымдық қабілеттерін шыңдай түсу. Байқауға республиканың әр түкпірінен жалпы саны 230 оқушы қатысып, бақ сынады. Ойы ұшқыр, қаламы жүйрік таланттар тартымды формада тұшымды сөз құрап, бәсекеге қабілеттіліктерін таныта білді. 2020 жылдың 14-15 желтоқсан күндері Асыл Тас қоғамдық қорының демеушілігімен республика көлемінде жалпы білім беру ұйымдарының оқушылары арасында
Шын хәкім сөзің асыл баға жетпес тақырыбында 4-ші мәрте онлайн айтыс өтті. Хакім Абайдың өнегелі мұрасын жас ақындардың жырына арқау ету, елбасының мәңгілік ел идеясын оқушылар арасында насихаттау, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруға үндеу, сөз тазалығын, сахна мәдениетін, айтыстың негізгі табиғаты, суырып салмалық қабілетін таныту міндеттерін алдыға қойған сөз барымтасында республика бойынша жалпы саны 30 жас ақын бақ сынасты. Жаңа дарындарды тәрбиелеп беретін Алматыдағы нөмір 2-ші қазақ тілі мен әдебиетін тереңдеп оқытатын Абай мектебінің жұмысына әбден ризамыз. Осы мектептен талай жақсы азаматтар өсіп шығып отыр. Оның ішінде соның көрнекі мысалы қазіргі айтыстың көшін өрге сүйреп жүрген үлкен меценат осы мектептің түлегі Дулат Тұрсынұлы Тастекеев. Мектепте жыл сайын жас ақын балалардың айтыс өтеді. Сонан шыққан балалар да айтыс көшіне қосылып жатыр. Алды танымал бола бастады елге. Бұның барлығы осы мектептегі тіл мен әдебиетті оқытатын оқытушылардың ізденісінің арқасы ғой деп ойлаймын. Мектептің басшылығы да соларға қамқорлық жасап, балаларды көтермелеу арқылы жас таланттарды өсіруге өлшеусіз үлес қосып жатыр. Осындай мектептер көбейе түссе деп ойлаймыз. 2021 жылдың 23-24 қаңтар күндері республика көлемінде жалпы білім беру ұйымдарының 9-11 сынып оқушылар арасында 3-ші абайтану олимпиадасы өткізілді. Дарынды оқушыларды анықтау, дамыту және қолдау көрсетуге бағытталған бұл олимпиадаға Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясын толық меңгеру арқылы кемеңгердің ақындық болмысына үңілуге, Абайдың шығармашылық өмірінен ғибрат алып, өмірде қолдана алуға, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамытуға деген білімдерін сынауға, еліміздің 14 облысы мен 3 басты қаласынан республикалық білім беру ұйымдары, Назарбаев зияткерлік мектебі, дербес білім беру ұйымдары қоса есептегенде 153 оқушы қатысты. Бұл сайыстарда Абай мектептері желісіне жеңілдік жасалып, арнайы квота бөлінді. Нәтижесінде Абай мектептерінің оқушылары ерекше дарын қабілеттерімен көзге түсіп, жүлделі орындарға ие болды. Абай атындағы республикалық мамандандырылған мектеп тарапынан республикалық абайтану олимпиадасы биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылды. Шын тұлпар жарыста сыналады дейді. Жалпы 8-11 сыныптар аралығында ұйымдастырылған олимпиадаға республика көлемінде көптеген оқушылар қатысты. Олимпиаданың ұйымдастырылуында және жылма-жылғы тапсырмаларында, шарттарында жетілдіру, дамыту бағыты байқалады. Негізінде оқушылардың зиятын көтеруге, қызығушылығын арттыруға, абайтану саласындағы ізденістермен танысуына және жалпы білім көтеруге бұл олимпиаданың тигізетін ықпалы өте зор. Сондықтан осындай үлкен шараны ұйымдастырып отқан мектеп ұжымына, Роза Ербосынқызына үлкен алғысымызды білдіреміз. Абай мектеп интернатында дәстүрлі түрде республика көлемінде ұйымдастырылатын Абай тану олимпиадасы, Абай әлемі шығармашылық байқауы, оқушылар айтысы, Ділмәр шешендік өнер байқаулары оқушылардың білім көкжиегін кеңейтіп қана қоймай рухани әлемін байтуға үлес қосады. Сонымен қатар тек Абай мектептері арасында Кеңес Дүйсекеевтің 75 жылдығына арналған «Сәлем саған туған ел» онлайн ән байқауы, Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай «Жырласам бекен» атты ақындар мүшәйрасы, Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған оқушылар айтысы, Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай көркем сурет және Алтын қайшы қолөнер байқауы өткізілді.
Сонымен қатар жыл қорытындысы іспетті «Мен жаңашыл ұстазбын» тақырыбында педагогикалық идеялар жәрмеңкесі өткізілді. Бұл жәрмеңкеде Абай мектептері желісінің әр білім беру ордасы өзінің ең үздік, ең озық идеяларын, технологияларын ортаға салып, тәжірибелерімен бөлісті. Ал талантты оқушылардың шығармашылық жұмыстары мен мұғалімдердің мақалалары мектеп-интернатта 90-ына 1 рет, жылына 4 рет шығатын Абай үні журналына жариялануда. Абай мектептері желісінде оқитын оқушылар жазған өлең, эссе, шығармалары топтастырылған 3 жинақ әзірленуде. Мұның бәрі де Абай мектептері арасындағы шығармашылық байланыстың нығаюына септігін тигізуде. Республикалық Абай мектеп-интернаты ресурстық орталық ретінде аталған жұмыстарды ұйымдастырып қана қоймай, қазақ тілі, қазақ әдебиеті, Абай тану пәні және бейіндік пәндердің үлгілі оқу бағдарламаларының жинақтарын, сонымен қатар білім берудегі 4К теория мен тәжірибе конференция материалдарының жинағын, онлайн курстар мен вебинарлардың сертификаттарын, Абай үні журналын шығарып, Қазпочта арқылы Абай мектептеріне жеткізді. Қашықтан оқытуда мектептер арасындағы онлайн байланыста жолға қойылды. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, әлеуметтік желілерінде арнайы парақша, канал, чаттар ашылып белсенді жұмыс атқаруда. Ұлы Абайдың толық адам ілімін негізге ала отырып, қоғам өмірінің инновациялық, мәдени және интеллектуалды орталығы болатын ұлттық мектеп моделін құру жолында бірлесе атқаратын жұмыстарымызға сәттілік, баршаңызға шығармашылық шабыт тілейміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, баршаңызды оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы жыл біздің мектебіміз үшін табысты жыл болды. Абай атындағы республикалық мамандандырылған мектеп-интернатының ұйымдастыруымен өткізілген бірнеше іс-шаралардың куәсі болдық. Атап айтсақ, мұғалімдерімізге арналған біліктілік арттыру курстары, қазақ тілі пәні, қазақ әдебиеті, абайтану пәндерінен, авторлардың өздерінен білім алып, тәжірибе жинақтаса, түрлі байқауларда, олимпиадаларда, әдеби оқуларда, шығармашылық байқауларда оқушыларымыз жеңіс тұғырынан көріне білді. Болашақта Абай мектептердің арасында ізгі байланыс жүретініне мол сенеміз. Заманауи толық адам қалыптастыруда жұмыла жұмыс атқара береміз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы облыстық дарынды балаларға арналған Абай атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернаты сіздерді 2020-2021 оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтайды. Дендеріңізге саулық, шығармашылық табыстар тілейміз. Биылғы оқу жылы желілік Абай мектептерінің арасында өткізіліп отырған онлайн конференциялар, вебинарлардың барлығына әріптестер түгел қатынасып, тәжірибе алмасып, барлық оқушыларды Абай ғылымын танып білуге, үйретуге бірігіп жұмыс жасап келе жатырмыз. Абай атындағы Алматы облыстық гимназия интернаты биылғы оқу жылында Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернатымен тығыз байланыста жұмыс атқарды. Ұйымдастырып өткізген семинарлар, байқаулар, тағы да басқа іс-шаралар өте мазмұнды, мақсатты, өте жоғары деңгейде өткізген үшін алғыс білдіреміз. Алдыңғы уақытта да Абай желілік мектептермен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз деп сенім білдіреміз.